Қысқасын айтқанда, алғашқы қар. Кеше бізде жаңа жыл болды. Нұрбекті тұрғыздым. Беті қолын жууға кеттім. Кеше Нұрбектің ойы бізді ұйықтатпағаннан кейін таңертең өзінің ұйқысын аша алмады. Мен жуындым, Нұрбек те жуынды. Сөйтіп екеуміз өңімізге келдік. Біз далаға шықтық. Нұрбек кеше қызық сәттерді айтты. Мен өтіріктен жымия салдым. Солай біз далаға шықтық. Біздің жақ өте жылы болғандықтан бізде алғаш қар жапқаннан кейін біз өте таң қалдық. Бұрын соңғы ондай болмайтын еді. Біз қысқа дайын болмадық, сондықтан үйге қайттан жүгірдік. Сосын мен жүгіріп шықтым. Мен қарды көп көрмегендіктен қарды көріп қызықтадым. Сосын Нұрбек шақырдым. Нұрбек келді. Нұрбек екеуміз өте қуанышты болдық. Нұрбек барлық эмоциясын далаға шығарды. Сосын екеуміз әрі қарай жүрдік. Келе жатырып Нұрбек маған ақша қарды көрсетті. Мен оған қызықтым. Мен Нұрбекке доп ойнайық деп ұсындым. Нұрбек маған дала қар екенін түсіндірді. Мен де оған түсіндім. Жарайды. Келе жатырып Нұрбек Каспий теңізінің қатқанын байқады. Сосын біз сойыққа қарай балаша жүгірдік. Сосын мен Нұрбекті тоқтаттым. Менің ойыма бір нәрсе келді. Неғо, қыздар күтейік. Дұрыс айтасың, айлаймыз. Қыздарды күттік. Бұлай қарадық, ешкім жоқ. Арада 5 минут өтті. Әлі де ешкім жоқ. Тағы да 5 минут өтті. Содан кейін Нұрбек тез мұзға қарай баруымызды ұсынды. Екеуміз кеттік. Солай келіп, ақыры біз мұзға жеттік. Мен Нұрбекке мұзды баспа деп айттым. Бірақ ол оны түсінбеді. Ол ерлігін көрсетіп мұзды басты. Содан соң Нұрбек мұзға кіріп кеткеннен кейін біз үй жаққа қарай бет алдық. Қысқасын айтқанда, алғашқы қар. Достар, осылай біздің видео бітті. Егер де сіздерге видео ұнаса, онда лайк қоямыз, және де осы видео жалғасу үшін комментарий жазамыз. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Дәулет және де Нұрбек. Давайте.